Ассалаумалейкум, жігіттер. В общем, кейінгі де маған диагностика туралы көп сұрақтар болып кетті. Күніне бірнеше адамдар хабарласады. Диагностика жасап беріңізші, жәнегі машина жылы ескет. Соны диагностика жасалмай жатыр, ешқай жерде несі жоқ, жасап беріңізші. Сол туралы мен сіздерге көмек болсын. Әркім өз-өзінің диагностика қалай жасау керек екен, соны көрсетейін сіздерге. Сама диагностика деп айтады ғой. Мынау тек Toyota машиналарына, яғни бұның ішіне Toyotаның барлық маркасы кіреді. Барлық ескі Toyota көліктерінде диагностикалық разъем осындай, көрдіңіздер ме? Соған қалай диагностика жасаймыз? Мен сіздерге соны көрсетемін. Мына арада айтып ашсаңыздар, Т1Е, одан Е1 деген бар. Ол мына разъем. Тура үстінен анық көрсетейін. Ең ортаңғысы Т1Е, мына жақ шеті Е1. Түсіндіңіздер ғой? Осы екеуін мынандай перемішка аламыз. Мына екеуін бүйтіп бір-біріне замкать етеміз. Көрдіңіздер ме? Т1Е мен Е1-ді біріне замкать етеміз. И машинаға кіреміз. Барлық Toyota маркалеріне. И замокты ашамыз. Мынарда чек марка етеді. Осы чекті санаймыз. Қара, міне 1, 2. Бұл 20 деп есептеледі. 1, 21 болды мына жерде. Қараңыздар. Қайтып санау керек міне. 1, 2. Бұл тағы 20 болып тұр. 1, 21. Мына Toyota'да бірақ ошибка. Міне қараңыз. 1, 2. Бұл 2 ұзақ 10 деп есептеледі. 20. Ал тез марка еткен ол 1 мен саналады. Міне қараңыздар не. 1, 2. Міне 10, 20, 21. Көрдіңіздер? 21 деген ошибка. Ошибканы осылай іздейміз жігіттер. Ошибканы осылай іздейміз де одан Google-ге жаза саламыз. Код ошибка Toyota деп жазсаңыздар, ана жерде шығады. И соларда номеріне қарайсыз. 21 не бізде? 21 бізде лямбда зон. Лямбда зон. Кислород, датчик кислород. Себебі мына машинада датчик кислород қиылып жатыр, көрдіңіздер ме? Осы ошибканы көрсетіп тұр. Так что жігіттер, видео ұнаса лайк басамыз. Менен осы сіздерге үлкен көмек болсын. Осы видеоны репостқа таратамыз, комментария жазамыз. Және комментарияға келесі қандай машинаға солай сама диагностика жасау керек, сол туралы жазыңыздар. Комментарияға қай машинаға көп түседі, мен келесі видеоға сол машинаны түсіретін боламын, сама диагностиканы қалай жасау керек екен.